Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода менде өткендегі видео деп айтуға болады. Өйткені бұл видеода мен сіздерге тағы да лайфқа көрсететін боламын, бірақ жанында видео тұрмайды. Енді көп созбай видеомызды бастай берейік. Ал сіздер жылжытпай көріңіздер. Айтарым осы, ендеше видеомыз көп созбай бастаймыз, кеттік. Бірінші лайфқа ол бізде осындай сондай нәрсе. Бұны мамам біледі екен. Прикиньте, мен бұны енді біліп жатырмын 2024-те. Осылай істейміз, потом оны осылай істеген кезде ол астыға кетіп қалады. Сонымен жүзеге асады екен, мен бұны бағана істеп көрдім. Сөйтіп деп айқайлап жүрген соң қолында бір жыбырлап атқан сияқты да бір нәрсе. И былай істесе ол төбеге кетеді. Олжай істеп көресің бе? Не қасиси? Жай сесі? Міне, мынандай жері төбеде тұрса, ол астыға кетеді деген сөз. Ал егер мынандай асты жағы төбеге қарап тұрса, ол төбеге бүйтіп кетеді. Түсіндің бе? Істеп көр. Жүзеге асады, достар. Бірінші лайфхагымыз жүзеге асады. Бұл жалпы, жүзеге асады. Қалай айтсам болады. TikTok'та да бар, YouTube'та да бар, Instagram'да да бар, барлық жерде бар. Сол үшін бұл TikTok лайфхактар деп аталмайды. Жалпы барлық приложениеде бар лайфхак қой бұл. Достар, енді біз қазір екінші лайфхак істейтін боламыз. У меня есть чек, короче. И сонымен қазір қалтама саған, бірақ бар ма жоқ па білмеймін. Ей, стама, ыстық. Мұстафа деймін. Ыстық. Чек істеп қойған. Чек где? Жоқ қой? Вот, нашла. Өзі менде бірақ чек соны істейміз қазір жүзеге асырып. Короче, қойсқан қаласың ше? Осындай чек ыстық, мысалы кеттім. Осындай чек. Достар, бұны істеген кезде бұл қара түске ену керек. Бұны мен Инстаграмда, TikToктан да қанша рет көрген, енді қазір істеп көрейік. Ебат! Мен бірақ дұрыс істемедім. Қатты қызбаған ба? Жоза. Қатты істейміз. 1, 2, 3. Ля, бұл шығып жатыр ғой адам. Мынау жүзеге асады, короче. Қараңыздар, қап-қара болып кетті. Енді мына жағын істейміз. Менікі просто қатты қызбаған сияқты, қанша градуста тұр? 210. Өшіп-стамадым ба деп қарап қойсам, өшірмеппін. Енді мына аппақ тұрған жерін қаралап жереміз, да? Мына лайфхак бізде істейді. Қараңыздар, чегіміз бізде не болды? Чегіміз бізде қара болды. Қайын қағаз істейм, көрейінші? Кәдімгі қағазды істеп көретін боламыз. По-моему, өшет мушкамен жазылған. Или білмеймін. Істеп көрейін, давай. Мынау өшіп саппын ғой. Бірақ бұл әлі ыстық болу керек. Дұнда істеймейді. Қараңыздар, жазылған. Жай кетірмейді. Демек, ол өшетін мушка емес. Ой. Қараңыздар. Кетпейді. Мынау, походу, өшетін мушкамен жазылмаған. Бірақ өшетін мушкамен жазылған сияқты көрінеді екен. Енді келесі лайфхакқа көшеміз. Ол да парақ туралы, бірақ чек туралы емес. Вообще, қазір көрсетемін үшінші лайфхакты. Кеттік. Достар, біздің үшінші лайфхагымызға бізге үтік керек болады. И қағаз керек болады. Мынаның арт жағына ештеңе жазылмаған. Осының арт жағына қазір өшетін мушкамен жазамын. Бірақ негізі шынымды айтсам, бұрынғы лайфхак. Қазір соны істеп көретін боламыз. Осындай өшіретін ручка, и мына жерде тағы біреу бар. Осындай милый ручка, динозавр. Пинуды заказ еткенбіз. Мына жерде тағы болу керек. Міне осындай тағы біреу бар. Фиолетовый.
Үшеуін біреумен жазамын. Давай же фиолетовыймен жазайын. Кеттік. Ананы, короче, қапағын ашайық. Ой! Болды, біз ашып алдық. Енді жазамыз. Жүрек. Неқа жазайын? Жүрек. Потом I love you. Осындай бір сөздер жаза саламыз. I love you. Сосын Бану Ұлжан. Отыр жазатын почерк немесе әді. Бұлай айтсам, короче, почерк мәдем деп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Жазамыз да параққа. Деп сызамыз. Етікті қосамыз. Мә қыздырып қоя самаппын ғой мен қазір. Мына бізде жазылған парақ. Мына көріп тұрсыздар ма? Осындай парақ. Енді үтікпен басамыз. Вот, достар, қараңыздар, мынау кетті. Мен бұны алдын істеп көргенмін. Мынау кетті қалай тап-таза, бірақ мынаның арты өшетін ұшқа ма? Жазып көрейін. Өшей ма? Жоқ, мынау достар өшетін ұшқа емес екен мына жағы. Қазір тағы да жазу жазамын. Мысалға Бану блогер. И жүрек. Вот, осындай Бану блогер деп жаздым да, жүрек қойдым. Енді үтікпен міне осы. Басамыз. Вот. Блогер деп жазғанмын, мынау кетті. Енді мына жердегі ол басқа нәрсе вообще есеп туралы. Бұл лайфхак бізде жұмыс істейді. Келесі лайфхак. Достар, бізде келесі лайфхакқа осындай пакетик керек. Осылай ашылады. Бізге осындай карандаштар керек болады. Ручкаға салайын. Маған осы жетеді. Осылар тық көретін боламын екен. Мен пакетигі мысалы үлкендеу. Осыған су толтырамын да қаламды арттырған. Бұл лайфхак негізі танымал. Мен бұны істеп көргенмін. Бұл бірақ бізде жүзеге асу керек. Менің істеген лайфхактарым бәрі менің өзім бұрында істеген лайфхактарым. Қазір сіздерге көрсетіп, маған сіздер істеп көріңіздер. Мен істеген лайфхактарда кеттік. Бастаймыз. Короче, мы проверяем. Тексереміз, короче. Бірінші су толтырамыз. Қазір мен астыма тазик қойып салайын. Қазір ағып кетуі мүмкін. И біз қазір қалам тағамыз. Мынаның аузы негізі ашық. Мына достар мына лайфхак жұмыс істейді. Ай. Мен мынаны дұрыс тықпаппын ғой. Мына пакет жарамсыз. Қайта істеймін. Достар, біз енді екінші пакетті алдық. Бұл бізде сәл кішкентай. Бұл мына жерде қараңыздар. Бір қытайша жазып тұр. Тоже біз бұны Пиндода заказ еткенбіз. Мен құрттым мынаны. Мына жерін жұрттым. Ішіне көзі. Өткен андай резинкасы жыртылмады оның. Қазір. Бізге комментарийге жазып тұрманда Пиндодаға жатып алыпсыңдар ғой деп. Біз керісінше жатпағанбыз. Біз керек зат қана береміз. Мен мамам жатқызамай-ақ қойдым ше Пиндодаға ше өзіме киім алайыншы деп. Алғызбайды маған жатқызамай ма ше. Так, су толтырамыз. Бізге осы жетеді. Мен осыны шама жетеді. Толтырмадым. Маған аналысын резинкасын жазып алмай кеттім да. Қазір жауып алайын. Осылай істей берейікші.
болды. Мына резинкасын тоже жаба алмай қалдым. Әшейін де жабылады. Достар, бұл лайфхак жұмыс істейді. Мынаны тыққан кезде мына су не қарай бүйтіп көтеріледі да, и тасиды. Міне істейді. Қараңдар, ақпай тұр. Мен бұл лайфхакқа сенемін. Өйткені мен бұны талай рет істегенмін, достар. Сіздер білмейтін шығар деп көрсетіп жатырмын. Мына қазір тас көремін, бүйтіп аузын жауып тұрайын. Ана қараңдар, көтеріліп жатыр мына су. Слишком. Міне. Мына резинкасының суы. Міне, қазір енді ақпай тұр. Міне. 3 қалам тықтым. Бұл лайфхак жұмыс істейді. Кеттік. Енді 4-ші лайфхак көрсетем. Оған тоже оңай лайфхак істесеңіздер болады. Оған бізге тоже осындай қалам керек болады. Мысалға, мына қаламды қазір біз сулап аламыз. Таза су ғой енді. И енді ернімізге жағамыз. Қазір бізде помада болу керек. Так красиво дейсің, короче. Мен бұл бюджет істеп алдым, достар, бір жерден көргем. Қазір мынаға барып көргем. Еба, ұштым. Жүзеге асаткен. Мен енді негізі ашық түсті болып тұр, бірақ камераға қарасам қызыл болып тұрған сияқты, я. Мына красиво. Білер қоңыр түске бояп алдым. Анам бір андай шоколадты нешат. Андай карандашевый, карандаш для губ болды оны. Ерінге жағатын андай карандаш помада, да. Бордовый цвет. Күшті. Лайфхак жұмыс істейді. Істеп көріңіздер, міндетті түрде. Достар, осы менің видеом аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, маған міндетті түрде лайк басып, астында тұрған подписаться, яғни тіркелу батырмасын басып, достарыңызға осы менің видеомды таратуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендеше бәріңізге сау болыңыздар. Пока-пока.